Адам әдетті қалыптастырады, әдет адамды қалыптастырады демекші. Мен пайдалы әдеттер туралы айтып берем. Сіздермен Алдияр, бастайық. Бірінші әдет – ерте тұру. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Түске қарай тұрсаңыз, өте нашар сезімде оянасыз, және күні бойы ештеңе істеп үлгере алмайсыз. Кейбіреулер әрбір күнін солай өткізеді. Біз таңға дейін соткада жатамыз, не ойын ойнаймыз. Және біздің өміріміз бізге көрінбей өтеді. Егер сіз өзіңіздің таңыңызды дұрыстап бастап, өзіңізді таңертең ерте тұруға үйретсеңіз, және таңыңызға ең маңызды істеріңізді қойсаңыз, онда күніңіз пайдалы өтеді, және сіз қалайтын өміріңізге жақындай бастайсыз. Егер сізде қалай дұрыс ұйықтау керек деген сұрақ пайда болса, онда мен арнама кіріңіз. Сол туралы мен арнамда бейне бар. Таңертең орындайтын екінші әдетім – аш қарынға су ішу. Сол туралы естігеннен бастап, мен ешқашан су ішуді ұмытпайтын болдым. Және аш қарынға су ішудің бірнеше пайдасы бар. Мысалға, шлактар мен токсиндардан тазару, зат алмасуын жақсарту, ас қорыту жүйеңіздің жақсаруы. Бұл сіздің әрбір күніңіздің асқазаныңызға арналған бастау батырмасы сияқты, және күн сайын су ішіңіз. Соның арқасында сау болып жүріңіз. Келесі әдет – ол кітап оқу. Кітапты соткадан немесе қағаз кітап арқылы оқуыңызға болады. Таң бөлектенуге ең тиімді уақыт. Және мен оқығанымды ұмытып қалмау үшін оқығанымды тұжырымдап отырамын. Осыны да соткаға немесе дәптеріңізге жазуыңызға болады. Егер бұл сізге қиын болып көрінсе, онда күніне кем дегенде 2 беттен оқуды мақсатқа айналдырыңыз. Соның арқасында кітап оқу қызықсыз және ұзақ болып көрінбейді. Сосын сізде кітап оқуға құмарлығыңыз ашылады. Егер сіз күніне 2 беттен оқысаңыз, онда бір жылда 730 бет оқисыз. Бұл Инстаграмда тек қана пост оқитын адам үшін жаман емес көрсеткіштер. Сонымен қатар, сіздің өнімділігіңізді көтеретін ол жаттығулар. Бұл жай серуендеу болуы мүмкін, немесе толық тренировка болуы мүмкін. Маңыздысы, сіздің денеңіз әрқашанда тонуста болуы. Денесі саудың рухы сау деп бекерге айтпаған ғой. Әрқашанда машықтану – бұл эндорфиннің қанға міндетті түрде келуі. Эндорфин – бұл бақытты болуға жауап беретін гормон. Кейбір кездерде бұл гормонның қатты жетіспеушілігі байқалады. Осы жақта да аздан бастауға болады. Серуендеу немесе кем дегенде 10 минут жай жаттығулар жасау. Бұл адамды жаттығуларға үйрететін дәл сол кішкентай қадам. Бірден олимпийский чемпион болуды армандамаңыз. Егер сіз көп рет келесі дүйсенбіден бастасаңыз, онда жай ғана жаттығуларды жасаудың ұзақтығы мен қиындығын азайту керек. Маңыздысы, сіз қаншалықты тез жүгіргеніңіз емес, сіз қаншалықты ұзақ жүгіргеніңіз маңызды. Және де соңғы әдет, бұл сіздің ойыңыздың әрқашанда жинақы және таза болуына жауап береді. Бұл өзіңіздің күнделігіңіз, яғни личный дневник. Күнделікті қағаз түрінде де, сотка түрінде де қолдана беруіңізге болады. Мен өзім сотка түрінде қолданамын. Күнделік бұл сіздің ең жақын досыңыз сияқты. Себебі сіз жалғыз күнделікпен барлық маңызды тақырыптарыңызды талдай аласыз. Егер мені бір тақырып алаңдатса, онда мен қолыма күнделігімді алып, яғни соткамды алып, барлығын жазамын. Түсінікті жағдайдан мен ойым өз қалпына келеді, және өзімді жақсы сезіне бастаймын. Және де бұл мен жобаларын талдауға көмектеседі. Егер күнделікке жазып, соны оқысаңыз, онда өзіңізді сырттай көре бастайсыз. Және де ең қызықтысы, өзіңізді бұрын қандай болғаныңызды көру. Және сіз өз күнделігіңізге барлық ойлаған нәрсеңізді жаза аласыз. Осы 5 әдет сіздің өміріңізді кәдімгідей өзгертеді деп ойлаймын. Егер өзгертсе, онда жақындарыңызбен бөлісіңіз, себепші болыңыз, комментарий жазыңыз. Сол арқылы осы бейнен көп адам көреді. Лайк басып, арнаға жазылыңыз. Сіздермен болған Сәлім Алдияр. Сау, саламатта болыңыз.